Assalamu alaikum kızlar. Bugün pikoji dayındayız. Ол үшін 2 стакан жылы суға 1 шай қасық қашты қант, 2 шай қасық ұн, 2 шай қасық қант қосып, 15-20 минутқа жылы жерге қойып көтерілген күтеміз. Ашытқы көтерілген соң 2 шай қасық тұз, 1 ас қасық күнбағыс майын және қажетінше ұн қосып, араластырып, жұмсақ қамыр немелейміз. Қамырымызға осылай пакет кигізіп, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Салмасын дайындау үшін фаршқа 1 пучок жұмсайды турап, тұз, бұрыш, сарымсақты күштен өткізіп салып, араластырамыз. Жұмсайдың орнына пияз қосуға болады. Қамыр тез ашу үшін духовканы жылытып, жылыған соң өшіріп, жылы духовкаға салып қоюға болады. Қамыр 2 есе болып көтерілді. Мен қамырды 1 сағаттың ішінде 2 рет қайтарып илеп қойдым. Пикотидің ең оңай раушан гүлі тәрізді түрін дайындау үшін қамырды домалақ бөліктерге бөліп, бетін бағанаға пакетпен жауып қоямыз. 15 минуттан кейін қамыр тағы да көтерілген соң салмасын салып пикоти дайындаймыз. Мен видеода ақырын жылдамдықпен дәл қалай дайындау керек екенін көрсетіп қойдым. Пикотиді буға 45 минутта пісіріп аламыз. Қаласаңыздар, пияз бен сәбізді күнбағыс майына сарғайғанша қуырып, тұзды жасауға болады. Мен аджикамен ұсындым. Астарыңыз дәмді болсын.